Сәлем достар, бүгін біз бүйрек гемангиомасы туралы айтатын боламыз. Бүйрек гемангиомасы бұл зарарсыз ісік. Зарарсыз ісіктерге лимфиома, лимфангиома, микосома, дермоид сияқты ісіктер де жатқызады. Қарт адамдардың бүйрегінде ісіктер жиі кездеседі екен. Әйелдерге қарағанда ересектерде ісіктер 2 есе жиі түзіледі. Тіпті заманауи құрал-жабдықтардың көптігіне қарамастан, дәрігерлер бүйректе неден бұндай түзіліс пайда болатынын да дөп басып анық айта алмайды. Бірақ анасы 2-6 апталық жүктілік кезінде тұмауға шалдықса, іште жатқан ұрықта мұндай ісік түзілетіні белгілі. Дәл осы шақта іштегі баланың қан тамырлары қалыптасады екен. Мұндай кезде ауырып қалу жатырдағы шарананың келешекте туа бітті дертке шалдығуына ықпал етеді екен. Тәжірибе ауырған ана дүниеге әкелген шақалақтың барлығына дерлік бүйрек гемангиомасы туа сала анықтаған, немесе өмірінің алғашқы айында гемангиома өскен сәбилер өте көп. 6 айлық кезінен бастап гемангиоманың өсуі тежеледі. Кейде мұндай гемангиомалар із-түзсіз жоқ болып кетеді екен. Ал кейде ағза белсенді даму сатысында келгенде пайда болады жасөспірім шақта. Егер бұрын болған болса, жылдам өсе бастайды. Гемангиоманың түзілуіне темекі шегу, ішімдік ішу секілді зиянды әдеттерді итермелеуі мүмкін. Жүкті әйелдің ағзасының әлсіздігі радиацияда айтарлықтай себеп бола алады екен. Құрылымына байланысты болады екен. Залалды немесе зарарсыздандырғанын анықтау шарт. Зарарсыз ісіктерді кесіп алып тастау керек, яғни операциялық жолы арқылы емдеу тиімді екен. Ал залалды ісіктерді ол бүйректі алып тастау тәсілімен емдеген дұрыс екен. Резекцияның бірнеше түрі бар. Адамға ең жеңілдеуі лазерный терапия екен. Олардан кейін ортаның ауыртпалығы сәл жеңілдеу келеді екен. Егер ісік аса үлкен болмаса, оны емдемесе де болады. Бірақ үнемі дәрігердің бақылауында болу керек. Егер гемангиома өсе бастаса, онда әрине оны емдеуді қолға алған абзал. Тек кейбір асқынулар кезінде ғана бүйректі тұтас алып тастамасы, жалпы бұл ісіктің қаупі айтарлықтай емес. Гемангиома зарарлы ісіктер қатарына жатқандықтан, олардың залалды ісіктерге айналуы өте сирек болып кездеседі екен. Сондықтан бүйрегімізді, өзіміздің денсаулығымызды күте білейік. Әрқашанда көрініп жүрейік, дәрігерге уақытында барып тұрайық. Ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.